Қайырлы күн, құрметті Кентау қаласының тұрғындары. Бүгін 2 сәуір Кентау орталық қалалық ауруханасында лапароскопиялық хирургиялық операциялар бойынша 2 күндік мастер-класс өткізілуде. Мастер-классқа жоғары санатты маман, тәжірибелі хирург, Маңғыстау облысындағы София-Медгруп көпсалалы клиникасының хирургия бөлімінің директоры орынбасары Нұрғазиев Мұхамеджан Есенгелдіұлы арнайы шақырылды. Іс-шара барысында жас хирургтарға операцияларды үйрету және жас хирургтармен клиникалық талқылаулар жүргізу жоспарлануда. Бізде қазір Кентау қаласында облыстық деңгейде мастер-класс операцияның түрлеріне мастер-класс болып жатыр. Бұл жерде барлық облыстық көлемде хирургтар келді. Ең бірінші бұл жасап жатқан мәселе мини-инвазивті хирургия дейміз, тесік арқылы операция жасау. Соның жаңадан түрлерін осы Кентау қаласына енгізуіміз керек. Бұл заманауи операцияларының түрлері бауырға, аздыруға, асқазанға, жаңағы бүйрек жолдарына, өт жолдарына жасалынады. Бұл мастер-класс 2 күн болады осы қаламызда. Осы жерде өзіміз Кентау қаласында енгіземіз деген жоба бар. Бүгін денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен біздің Кентау қалалық орталық ауруханасында 2 күндік лапароскопиялық хирургиядан мастер-класс өтуде. Бұл дегеніміз осы біздің облысымыз бойынша барлық аудан қалалардан жиналған хирургтар осы мастер-классқа қатысып, республикадан келген хирургтармен бірге тәжірибе алмасады. Мақсат өңірдегі осы хирургия саласын дамыту және де осы біздің Кентау қаласында осы бариатриялық хирургия және де аз инвазивті хирургияны дамыту болып табылады. Дәл қазір менің артымдағы операциялық бөлімде 30 жастағы 2-ші дәрежелі семіздікпен және қант диабетімен ауыратын пациентке артық салмақтан арылу мақсатында асқазан көлемін кішірейту операциясы жүргізілуде. Саламатсыздар ма? Бүгін Түркістан облысы Кентау қаласының орталық ауруханасында бүгінгі заманның талабына сәйкес хирургия бағытында үлкен операциялар жүріп жатыр. Бұл операцияның басты мақсаты еліміздегі хирург мамандардың біліктілігін жетілдіру және тәжірибе алмасу болып табылады. Осының аясында бүгінгі таңда Қазақстанның түкпір-түкпірінен Маңғыстау облысы, Алматы, Шымкент қалаларынан білікті мамандар келіп, адам ағзасын, дертін жақсартуда бұрын соңды болмаған қазіргі таңда адам денсаулығының өзекті мәселелерінің біреуі бұл ожирение дейміз, яғни артық салмақ болу. Содан арылту мақсатында асқазанның көлемін кішірейту операциясы, содан да басқа урологиялық, өт жолдарына операциялар, эндоскопиялық, лапароскопиялық, яғни кішігірім ену арқылы жасайтын соңғы үлгідегі операциялар жасап жатыр. Бұл енді жақсы медицинаның, әсіресе хирургия саласына алға жылжуы деп есептеймін. Біз бүгінгі таңда Қазақстан мемлекетіндегі медицина саласын, қай саласы болмасын, бағыты болмасын, трансплантология, эндоскопиялық хирургия және бариатриялық хирургия саласында дүниежүзі бойынша алғашқы қатардан табылып жатырмыз деп ойлаймын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Осы мастер-классты ұйымдастырып жатқан Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы және Кентау қаласының әкімшілігі және осы больницаның әкімшілігіне және халықаралық қазақ түрік университетінің басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз.